Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін өте дәмді, жұмсақ, бір жасағаннан сәтті шығатын рогалик рецебімен бөлісетін боламын. Ең бастысы көп затты қажет етпейді. Сондықтан видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Ол үшін бізге қажетті заттар: жылы сүт, ерітілген сары май, жұмыртқа, қант, ашытқы, тұз, ұн, варенка қажет. Ең алдымен жылы сүтке ашытқы, қант салып араластырамыз. Одан кейін жұмыртқаны видеода көрсетілгендей жеке араластырып қосамыз. Үстіне ерітілген сары май, тұз қосып араластырып, соңынан ұнды біртіндеп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін сұйық май жағып, бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Мінекей қамырымыз көтерілді. Енді ұн сеуіп, илеп 10 минутқа тындырып қоямыз. Тынып болғаннан кейін қамырды жарты сантиметрдей жұқалықта жаямыз. Одан кейін видеода көрсетілгендей бөліктерге кесіп шығамыз. Кесіп болғаннан кейін 1 шай қасықтан варенка салып шығамыз. Пеште ішіндегі варенка ақпас үшін шет-шетін басып жақсылап ораймыз. Орап болғаннан кейін бетіне жұмыртқа жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Мінекей рогалики дайын. Қамыры жұмсақ, үлпілдек, дәмді болып шығады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.